Сәлем достар, мен бүгін кірпі туралы мәліметтер айтамын. Әжемнен сұрап алдым. Кірпі табиғатқа да, адамға да пайдалы жануар. Кірпі ақылды әрі айлакер жануар. Ол кірпінің 700 мыңнан асқан денесі бар. Ол күндіз ұйықтайды, түнде азық түліктерінің азығын іздейді. Қандай кірпінің түрі? Қоңыр түсі. Немен қоректенеді білесің бе? Жеміс-жидектермен, құрт құмырсқалармен, бау-бақшаларды зиянкес жәндіктерді жейді. Қоректенеді. Ал енді, қара, мына кірпінің түсі қандай? Қоңыр түсті. Құлағы кішкене үлкендеу, көзін көрсететін. Көзі домалақ, қоңыр түсті. Мұрны ұшты. Енді бала мына жерге тұрсын. Енді мен саған өзімді білетінімді айтып берейін да. Мен саған білетінімді айтып берейін, сен анаған қарап тұр. Балам, ана шығайын деп жатыр, қара. Бұл кірпі, әлі мұнда кел. Кірпі жануарларды, мысалы жәндіктерді, айттың ғой сен, зиянкес жәндіктерден бау-бақшаларды қорғайды. Адамға зияны жоқ, ол айлакер. Мысалы, біздер түртіп қалсақ не істейді ол? Жүйелерін тікірейтіп, қорғанады. домалақтанып қалады. Да, молодец. Енді достарыңа айт. Әзірге осы. Келесіде одан да көп мәліметтер айтамыз. Сау болыңыздар. Не істеп жатыр? Кірпіні ұстағанда домалақтанып қорғанып қалды.